modülümüzdeki. Nişinci tapsırma verildi Ege? 301. tapsırma verildi. Jubumuz ben defterde almasanız vallahi. Hatta birinci, ikinci, üçüncü tur esirtmeye cevap verilgen tekseremiz. Jubumuzda tekseremiz vallahi. Tekser vatımız var. Tekserip болдық па? Кімде барлығы дұрыс, мына алдымызда бағалауға 1 ұпай қосамыз балалар, жақсы ма? Бәрімізге таратып берілді ғой, аты жөнімізді жазамыз бағалауға. Жақсы балалар, бүгін түгеніміз ба, Манчук? Бүгін кім жоқ сыныпта? Не үшін жоқ? Жақсы, отырамыз. Тақырып өтеміз, жаңа тақырыбымызды бастамасы болады. Мынандай бұл кітапқа назар аударайық. Асқар мен Зиренің сандық алқаптағы оқиғасы. Оқиықшы кезекпен. Меруерт даусың шығарып оқи ғой. Сандар алқабында Нөл деп аталатын тыныш көлдің арасында екі дос өмір сүрді. Бірінің аты Асқар еді, ол бүтін сандар сияқты мықты және сенімді болып тек бүтін тастарға ғана секіре алатын. Екіншісі Зере, ол рационал сандар секілді епті және сирек еді. Жолындағы кез келген нүктеге қона алатын. Келесі оқиға кім оқиға айтады? Бір күні оларға дана үкі хат әкелді. Хатты ең үлкен қазынаның табу үшін ең биік шың мен ең терең үңгірде жетулеріне керек. Жолда сандарды дұрыс салыстырғаны жөн. Бұлар дегеннен еді. Асқар мен Зере қуана сапарға атанды. Келесі кім оқиды? Олардың алғашқы сынағы екі жолдың қиылысы болды. Бір жол плюс 5 тасына, екіншісі плюс 2 тасына апаратын. Қайсысы үлкен деп сұрады Зере. Әрине плюс 5 үлкен. Ол бөлген алысырақ орналасқан деді. Асқар сенімді түрде олар биігірек жолды таңдап күн шуақты төбеге көтерді. Жақсы. Келесі кім оқиды? Келесі. Ернар оқи ғой. Зере жолда әдем өзенді байқады. Бір плюс 2,10 ескі белгісінде, екіншісі 2,175 белгісінде өтіп тұрады. Қараша Асқар 2,275 саны 2,2,15 тең үлкен. Сондықтан бұл гүл сәл әрірек өсіп тұр деді ол гүлдерді сипап. Яғни бірі плюс 2,15, екіншісі плюс 2,175 деді, я? Келесі кім оқиды тез? Меруерт оқи ғой. Көп ұзамай олар мұзды аймаққа жетті. Жол тағы да 2-ге айырылды. Бірі -3 үңгіріне, екіншісі -7 үңгіріне апаратын. Асқар ойланып қалды. Теріс сандардың бәрі керісінше нөлге жақынырақ орналасқан. Сан үлкенірек болады деп түсіндірді Зере. Келесі. Райбек оқи ғой. Демек -3 саны -7-ден үлкені деді Асқар. Дұрыс, біз жылырақ жолмен жүруіміз керек. Олар -3 үңгіріне апаратын жолды таңдап қатты суықтан аман қалды. Олар қатты суықтан аман қалған екен, я? Жақсы балар. Айдос оқи ғой. Тереңірек кіргенде олар мұзды көпірге тап болды. Көмірдің өзге жағында сандар жазылған еді. -2-ден 1 -2-ден 1 және -4-ден 1. Қайсысы нөлге жақын? Қайсысы нөлге жақын? Яғни қайсысы үлкен деді? Деп Зере Асқарды сұрады. Келесі кім оқиды? Нұрсай оқи ғой. Астық санасызы көз алдына елестетіп, -4-ден 1 нөлге жақынырақ орналасқан демекте
бірден минус 4-тен 1, минус 2-ден 1-ден үлкен деп жауап берді ол. берілген оларда минус 4-тен 1. бүтін 1 жағындыға тұратын көшіндер сәтті өтті. Яғни олар минус 4-тен 1 жағындағы тұрақты көпірден сәтті өткен екен, я балалар. Яғни барлығын дұрыс тауып, көпірлерден сәтті өткен екен Асқар мен Зере. Асқар мен Зеренің оқиғасынан не ұқтық? Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың сабағы қандай екен, балалар? Рационал сандар мен бүтін сандарды салыстыру екен, я? Яғни бүгінгі тақырып жазамыз, дәптерді ашамыз, балалар. Бүгінгі тақырыбымыз рационал жаз болғаннан кейін экранға назар аударамыз, балалар. Болып қажады. Рационал сандарды салыстыруды өтеміз. Ең алдымен бүтін сандар дегеннен емін еске түсірейік. Бүтін сандар деген не? Басқа кім айтады? Бүтін сандар дегеніміз не? Мәншек айта ғой. Бөл натурал сандар және төмен ой жоғалту. Иә, қарама-қарсы сандар, иә, натурал сандарға, иә. Қол көтеріп отырамыз, балалар. Қалайсыңдар, балалар? Ал рационал сандар деген не? Рационал сандар дегеніміз не? Кім айтады? Айсұлтан айта ғой, қол көтеріп отырамыз, балалар. Рационал сандар дегеніміз бөлден төменгі сандар. Жоқ. Рационал сандар дегеніміз не, балалар? Олар қандай түрде беріледі бізге? Жанерке айта ғой. Рационал сандар ол бөлшекпен жазылған сандар. Иә, бөлшек олай айтсақ та олар, яғни жай бөлшек түрінде немесе ондық бөлшек түрінде жазылады екен. Жақсы, балалар. Енді жаңа тақырыпты мұқият тыңдаймыз. Жақсы. Олай болса, жаңа тақырыпты ережелерден бастайық. Бір оң сандар әрқашан нөлден және теріс сандардан үлкен. Екі бірдей сандар тең болады. Егер екі санда теріс болса, онда модулі кіші болған сан үлкен болады. Бір күн мен түн ережесі. Кез келген оң сан әрқашан нөлден және кез келген теріс саннан үлкен болады. Күннің шуағы түннің салқындығын әрқашан жеңеді. Солай емес пе? Екі егіздер ережесі. Егер екі сан бір-бірінен алмаса, яғни бірдей болса, олар тең болады. Бұл ең оңай ереже. Үш аязды күн ережесі теріс сандар үшін. Бұл ең қызықты әрі маңызды ереже. Егер екі санда теріс болса, онда термометрді еске түсірейік. Минус 2 градус аяз минус 10 градус аяздан гөрі жылырақ, солай ма? Демек санды координатада нөлге жақынырақ орналасқан теріс сан үлкен болады. Басқаша айтқанда, модулі кіші болған сан үлкен болады. Жақсы, балалар. Түсіндік па, балалар? Яғни біздің жаңа тақырыбымызда ең бірінші не дейді? Күн мен түн ережесі деп не туралы айтып тұр? Күн мен түн ережесі деп біздерде күн деп күнге нені теңеп тұр? Оң сандар теңеп тұр, балалар. Ал түн деп теріс сандар теңеп тұр. Енді бізде бірінші ережеміз, балалар. Оң сандар, яғни балалар, қайсы оң сан үлкен, яғни сол үлкен болады. Мысалы, 5 нөлден үлкен, я? Немесе минус 5 минус 1-ден үлкен, я? Яғни оң сандар бізде әрқашан үлкен. Ал олар координаталық түзуде қалай орналасады, балалар? Оң сандар қай жағына белгіленеді нөлдің? Дұрыс, оң жағына белгіленеді, я? 1, 2, 3, я? Ал теріс сандар ше? Нөлдің сол жағына белгіленеді екен. Енді бізде бүгінгі тақырыпта не айтып тұр? Яғни, балалар, қайсы сан үлкен екенін табуымыз үшін біз мына координаталық түзуді көз алдымызға елестетеміз. Яғни, қайсысы оң жағында орналасқан, онда сол сан үлкен болады екен. Мысалға, балалар, минус 1 үлкен ба, минус 7 үлкен ба? Минус 7 дегеніміз шамамен мына бір жақтарда, я? Яғни, минус 1, не үшін минус 1 үлкен? Себебі ол біздің координаталық түзуімізде нөлге жақынырақ және минус 7-ден гөрі оң жақта орналасқан минус 1, я? Яғни, балдар, сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Координаталық түзуде нөлге жақын сандар. Теріс сандарды алатын болсақ, нөлге жақын сандар үлкен болады. Ал екі санның қайсысы үлкен екенін табатын болсақ, онда қайсысы координаталық түзуде оң жағында орналасқан, демек сол сан үлкен болады екен. Енді екі теріс сан беріліп тұр бізде, балалар. Басқаша біз қалай ойлаймыз? Мысалға, қазір ауаның температурасы елестетіп қарайық. Минус 1, ал кешке минус 7 болды түнде. Қайсысы жылырақ, балалар? Минус 1 жылырақ, я? Яғни, бұл сан оң санға жақын, және де ол кезде ауа райы минус 7-ге қарағанда жылырақ болады екен.
Жақсы балдар, онда мен сендерге сабақ түсінікті болса, мынандай бір тапсырма берейін. Жақсы балдар. Мынандай бір тест бар еді бізде, пиза форматындағы тест. Бұл біріншісі, қыста таңертең ауа температурасы -6 градус, ал түсте -2 градус болды. Қай уақытта ауа жылырақ балдар? Түсте, яғни таңертең түсте екеуі бірдей, немесе анықтау мүмкінсіз. Яғни түсте себебі -2, -6-да қарағанда жылырақ екен, балар. Келесі, екінші бізде мынандай есеп бар екен. Екі оқушы математикадан тест тапсырды. Жанелдің нәтижесі 0,175 бөлігі дұрыс дейді Жанелдікі. Нұркендікі 5-3 бөлігі дұрыс. Кімнің нәтижесі жақсы? Жанелдікі, Нұркендікі, екеуі тең немесе анықтау мүмкін емес. Айдос айта ғой? Не үшін Жанелдікі? Яғни балдар бізде мынандай есеп берілсе егерде. Біреуі бізде 10 бөлшек ретінде беріп тұр, 0,175 деп, ал екіншісі 5-3 деп беріліп тұр. 5-3-ті не істейміз балдар? 3-ті 5-ке бөлсек немесе 10 бөлшекке айналдырсақ болады, сонда бұл 5-3-іміз неше деген сөз? 0,6, яғни 0,6 үлкен ба, 0,175 үлкен ба? 0,175 үлкен екен. Жақсы балдар, олай болса, сабақ түсінікті болса, онда сабағымызды бастаймыз, кітапты ашамыз, тақтаға шығамыз. Номері 306 есеп. Тақтаға, тез тақтаға келеміз. Біріншісіне Алижан, екіншісіне Айзере, үшіншісіне Маншық, төртіншісіне Ділназ тақтаға келе ғой. Тақтаға қаншек балы? Екі оқушы, мына жаққа жазған екі оқушы. Тез сандарға ажыраталатын екенбіз. Сандардың тез сандарға ажыраталатын. Рационал сандарды салыстыруды білеміз қазір. Бүтін сандарды салыстыра аламыз ба? Бүтін сандар оңай, натурал сандар түрде беріледі, немесе натурал сандар қарама-қарсы. Айзерев, -4,1 және 2. Не үшін 2 үлкен? Себебі ол оңса, және координат түзуде оң жақта орналасқан, осылай жауап береміз. Отыра. Ділназ айта қойсын. Оң жағында жатыр. Оң жағында орналасқан. Жақсы, отыра. Келесі. Сұлтан кел. 6-шысына Жансая. Келе ғой. Жетіншісіне Ернат кел. Жетіншісіне 8-ге Нұрсая шыға ғой. Жазып отырамыз балдар. -8,5 және 0 дейді. Қайсы үлкен екен балдар? 0 саны үлкен екен. Неге? Себебі да теріс санға да жатпайды ғой балдар. 0 дегеніміз санақ басы, ал -8,5 дегеніміз теріс сан 0-ден төмен дұрыс. Отыра ғой, жарайсың еді. Кіші себебі 1,18 10 санға жақын. 10 санға жатады, 10 санға қатарына жатады екен. Келесі балдар, 310 есепте шығарып өтек себебі бұл жерде модульдер бар. Санның модулі деген кешегі тақырып бізде. Бір сабақ бұрын шығардық. Санның модулі дегеніміз балдар. Мысалы, -5 модульдің ішіне орналасып тұр, 310 есепті қарайтынша. Модуль -5, Одан қандай сан шығады? Модульден қандай сан шығады? -5-тен. 5 шығады, яғни 10 санды білдіреді ол. Модульден арқашақтаға келеді, асыл келеді. Екіншіне, біріншісіне көрсеттім ол балар. Асыл келе ғой тезірек, екіншісіне. Төртіншісіне. Жоқ, асыл сен үшіншісіне кел. Бесіншісіне жүктар үйге балдар. Бесіншісіне берует келе ғой. Асыл үшті жаза берді. Менің сүйкілен, шат моды деді. Жақсы бала, өзін бағалауды ұмытып кетпейік балар, әр тапсырмадан кейін оң сандар мен теріс сандарды, рационал сандарды салыстыра алсақ, плюс ұпайларын қойып отырамыз. Баласы шығарып алып
Асыл түсіндіре ғой себебі. Себебі, неге мен суын үлкен модуль ішіндегі себебі модульде қандай сан шығады? 10 сан шығады. 8 үлкен ба, 10 үлкен ба? 10 үлкен. Түсіндіреміз ба? минус 16, 15. Ода минус 16 үлкен. Себебі модульден қандай сан болып шығады? Нөлге қарай. Минус сан қандай сан болып шығады? Модульден. Плюс сан. Плюс сан болып шығады. Яғни минус 16-мыз 16 болып шығады екен. Жақсы балалар, отырамыз. Жақсы. Енді балалар, қазір жұптық жұмыс орындаймыз. Қасымыздағы жұбымызбен балалар сандарды өсу ретімен, кему ретімен жазыңдар деп тұр. 307-ші есеп балалар. Мен дегеніміз не балалар? Яғни кішісінен бастап, ағарай үлкен сандардың бәрін жазып шығасыңдар. Қазір болғаннан кейін оны біз экранда орындаймыз. Бастаңдар, Айдос бірге жұбымдайдан ақылдасып, жұбымызбен ақылдасамыз, балаларды қатыстаймыз, кітаптан ашып отырамыз, 97-ші бетте. Сосын мынандай бүтін бөлшек берген кезде балалар бүтініне мән беріңдер. Мысалы минус 2 бүтін деп тұр. Жақсы ма? Жұбымызбен ақылдасамыз. Кему рет бар ғой, екіншісі бар ғой. Мұшу реттен кему рет бар, екіншісі. Жұбымызда түсіндіреміз, балалар қасымызда. Қасымызда жұбымызбен ақылдасам, түсінбей жатса сұраймыз балалар. Ең бірінші кіші сан қайсы балалар? Соны біріншіден бастап қоямыз, я жылшықта. Ең біріншісі қайсы? Соны? Арғы шетке қоясың ғой, арғы шетке. Жақсы, я. Дұрыс па балдар бізде? Ең кіші санымыз қайсы? Минус 8, я Райымбек минус 8 қоя қой біріншіге. Минус 8 қой. 8 үлкен ба Райымбек? Райымбек өз жауап берсін. Екіншісі қайсы? Райымбек таба қойшы өзің. Екіншісі. Өсу ретімен ең кіші минус 8-ден кейін қайсы үлкен? Минус. Жақсы. Жақсы. Келесі тағы қоясың ба өзің қойшы алды. Дұрыс, дұрыс. Отыра ғой. Жарайсың. Райымбек түсіндің ғой, я? Енді жоқ, тақтаға шығады. Мен айтып қоямыз. Минус 0,125. Дұрыс. 1,7. 3. Және 9,5 екен, я, балдар, я? Тексеріп қарай. Барлығы дұрыс екен, я, балдар? Өзіміздің тексереміз, балдар. Барлығы дұрыс болса, плюс 1 ұпай қосамыз. Отырап. Сандарды кему ретімен орындауға тақтаға шығады. Қадыржан шығар тақтаға. Біріншісін көрсете ғой, Қадыржан. Қадыржан қара. Кему ретімен десе ең үлкен санды қоямыз, я? Ең үлкен сан қайсы бізде? Маса көріп тұр ма? Ең үлкен сан қайсы бізде? Ең үлкені қайсы осы сандардың ішінде? Қадыржан? Қыраттық. Қайсы ең үлкен? 3,5, я? Онда біріншіге қой, апарып 3,5. Ағы бір шеттен қой. Жақсы. Одан кейін екіншісі қайсы? Қадыржан? Екінші үлкен санымыз қайсы? 1,7-ден үлкен сан бар ма? Қараш? Ол
ғой, ол теріс сан ғой. Апай мен шығайын. Қазір қалады. 2 бүтін, иә, 2 деген санымыз екен, яғни, иә. Оны екіншіге қой. Жақсы. Үшіншісін өзің тапшы, Қадыржан. Дұрыс, 1,7. Енді түсіндің ғой, иә? Келесі санды қойшы, Қадыржан. Апай мен шығайын. Дұрыс. Жарайсың, Қадыржан. Отыра қой. Келесі тақтаға Ақжанас шығады. Ақжанас тақтаға. Кему ретімен жазып жатырмыз, балалар. Нөлге жақыны қайсы сенің мына жерде орналасқан? Дұрыс? Иә, дұрыс. Минус 0,4. Келесі қайсы? Минус 0,5. Жақсы, қоя ғой. Сосын минус 4,1. Жақсы бала. Бәрімізде осылай ма? Тексеріп қарайық, балалар. Барлығы дұрыс екен, иә? Енді бұл кему ретімен жазалсақ, онда тағы да плюс 1 ұпай қосамыз. Келесі балалар бізде, келесі тапсырма. Келесі балалар бізде топтық жұмыс. Топтық жұмыс алдарында қағаз берілген, иә? Әр тұрға бір қағаздан тағып қойып аламыз сол. Келесі балалар, мына берілген сандарды координаталық түзуде кескіндеңдер. Координаталық сәуледе кескіндейік балалар. Тақтадан көріп тұрмыз ба? Бірінші жазып Апай мен Сіз не істеймін? Тақтаға минус 1,175 дегеніміз балалар. Қайсы бүтін сандардың аралығында орналасқан? 1 мен және минус 2-нің ортасы арасында орналасқан екен балалар. Белгілейміз. Ернар белгіле. Минус 1 мен минус 2. Тақтаға келікші. Тақтаға Айсұлтан. Бүтін деп атайтын шыға балалар. Минус 1 бүтін. Қаншы? Минус 1,175, иә? Сонда минус 1 бүтін деп айтып тұрып соған мәлімдеміз. Сонда ол минус 1 және минус 2-нің аралығында орналасады екен. Түсінікті ма? Ал одан кейінгі саншы? 2,15 ше. 2,15 қандай санның аралығында? 2 бүтін думан. 2,15 қандай санның аралығында? 2 мен 3-нің арасында екен, иә? Думан. Келесі 5-тен 3 деген қандай? 5-тен 3-ті бірінші 10 бөлшекке айналдырдыңдар ма? 10 бөлшекке. Неше? 5-тен 3 дегеніміз неше? 0 бүтін. Дұрыс? Не істейсіңдер? Алымында бөлімде 2-ге көбейтпейсіңдер ма? Сонда 10-нан 6 болады, яғни ол 0 бүтін 10-нан 6 болады, иә? Және ке 0 бүтін 10-нан 6 қандай бүтін санның арасында екен? 0 мен 1-дің. Айсұлтан тезірек бейге қой. Қағазды орнына қоямыз. Апай болды. Келесі тағы шығып, А және Б-ны салыстыр. Тақтаның сол жағына жаза бер. Айсұлтанның сол жағына тұрып жаза бер. А және Б-ның кесін салыстыр. Бос тақтар, бос орынға жаза бер. Болған ба? Тесте ғой. Келесі. Дінас. Сынып кесі бізде 5-тен 3 тақтада. Тезеп сыза ғой да координаталық түзуді. Мына қағазға сызғандарыңды дәптерге сызыңдар енді. Жақсы ма? Түсіндіре ғой себебін, Дінас. 5-тен 3 оң жағында орналасқан екен, иә? Координаталық түзуді. Отыра ғой, жақсы. Келесі. Сонымен балдар біз Райымбек орнына тұра ғой. Бүгін біз қандай тақырып өттік? Бүгін біз қандай тақырып өттік? Рационал сандарды салыстыруды өттік және бүтін сандарды салыстыруды өттік. Не есіңде қалды? Қандай пәнмен бір пәнмен байланысты болды ма балалар? Қандай пәнмен байланысты болды? Ауа райымыз қандай сабақта өтеміз? Жаратылыстануда өтеміз бе? Иә, жақсы. Жаратылыстануда ауа райын өтеміз, иә? Демек, сол пәнмен байланысты болған екен. Қандай ереже есіңде қалды?
сандар дегеніміз не? Ең бірінші. Келесі, Маншық, қандай ереже есіңде қалды? бұл сандар дегеніміз нөлден жоғары және де рационал сандар. Не ол? Рационал сандар дегеніміз не? Бүче түрде берілетін сандар, иә? Жақсы, олай да қалдыра болады. Жақсы. Райли Гутрава, Айсұлтан, бүгінгі сабақта нені үйрендің? Рационал сандарды салыстыру және Қандай ережесі бар екен рационал сандарды салыстырудың? бүтін сан, Ага. бүтін санды 9 және 310-шы есеп. Бүгін сабаққа Маншық, Айзере, жақсы қатысты, Ернар жақсы қатысты. Бағалаймыз Ернар 8 ұпай, Жанетке 9 ұпай, Маншық 9 ұпай, Айзере 8 ұпай, 309 бен 310-шы есептер. Түсінікті ма, балалар?